Сәлем қыздар, тары жасайтын боламыз. Ең алдымен бір ыдысқа тарымызды салып аламыз. Сөйтіп, бұл тарымызды жақсылап жуамыз. Осылай сүзгінің көмегімен жуамыз, а то үйтіп жумасаңыздар төгіліп кетеді. 4-5 рет, мен өзім 4-5 рет жудым. Қарап тұрғандарыңыздай, судың цветін көрсеңіздер болады. Осылай қайта-қайта жуып аламыз жақсылап. Болар болмас су құямыз. Кішкентай ғана, көріп тұрғандарыңыздай, астын баяу отта қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін сүт қосамыз. Сүтті де қатты көп құймайсыздар, бетімен бірдей қылып құйып, осылай қайнататын боламыз. Бетін жауып, сүт міне қайнап жатыр. Қайнағаннан кейін шекер салатын боламыз. Бір ас қасық және де тағы да жарты ас қасық қосатын боламыз шекерді. Осылай жақсылап араластырамыз. Шекер сіңіп, арасына сіңу қажет. Бетін жауып, баяу отта қайнатамыз. Қайнап тұрған май салатын боламыз. Қолдың майы өздеріңіздің қалауларыңызша, қандай май жейсіздер, сол майды салсаңыздар да болады. Май салып, бетін жауып қоямыз тағы да. Бір 5-10 минут шамасында қайнатып, астын өшіріп, бұқтырып қоямыз. Мінекей тарымыз дайын болды. Өзі ас су барлығы сіңіп кеткен. Көріп тұрғандарыңыздай. Ас болсын.